Менің өмірімнен бір күндік влог. Балабақшаға ерте тұрған күні ұйқым қанбай осындай кофе ішемін. Таңғы астан кейін бөлмемді жинауға кірісемін. Төсегімді жинап тастағаннан кейін қызымды бассейнге алып шықтым. Кіші қызым балабақшада, ал үлкен қызым қазір бос. Бұл жерде тренермен 45 минут жүзіп үйренеді. Өзіне су қатты ұнайды. Судың астында осылай демін ұстағанда пайдалы. Үйге келгесін бірден кешкі астың қамына кірістім. Өмірімде бірінші рет тауық етімен палау жасаймын. Екі жағынан қызартып қуырып алғасын, сәбізін де қуырамын. Суын құйып, біраз уақытқа бұқтырып қоямын. Оған дейін үй жинап алатын уақытым бар. Гардероптағы кілемді алып тастап, осы жерді сыпырып алдым. Артынан арнайы пол жуатын пылесосымен тазалап алдым. Уақытты жақсы үнемдейді. Солай палауым да пісіп қалды. Өз ойым тауық етіне қарағанда сиыр етімен дәмдірек болады екен. Кешкісін күйеуім келгесін дастарханға осылай ұсындым. Сонда да сүйсініп жедік, ал бізге ас болсын. Тамақтанып болғасын ас үйді жинап, ыдыстардың барлығын жүктеп сағатқа қосып қойдым. Тап-таза қылып жуып қояды. Ал мен кешкі 8-ден 10-ға дейін баняға барып келдім. Шайды бір рет барып тұруға тырысамын.